Сәлеметсіздер ме, құрметті оқушылар? Бүгін біз сіздермен физика 7 сынып Башарұлы кітабынан 1-2 жаттығудың есептерін талқылайтын боламыз. Келесіде тура осы секілді видеолар шығып тұру үшін каналға тіркеліп, лайк басып, қоңыраушаны басып қоямыз. Сәлеметсіздер ме, құрметті оқушылар? Бүгін біз сіздермен 1-2 жаттығудың 9 есебін талқылайтын боламыз. Бірінші есепте айтады: мына сандарды ықшам түрінде жазыңдар дейді. 8300. Ең алдымен 0-ге дейінгі сандарды жазып аламын. 83 көбейту 1, 2, 2, 0, оның 2 дәрежесі. Немесе 1 үтір жылжытума болады. 8,3 көбейту, ол кезде 1 үтір жылжытсам, мына 2-ге 1 қосылады. Оның 3 дәрежесі болады. Келесі деп 816.200.000. Ең бірінші 0-ге дейінгі сандарды жазып аламын. 8162, 8162 көбейту 0-дерді санаймын. 1, 2, 3, 4, 5, 5, 0, оның 5 дәрежесі. Бұл жерде де егер 1 үтір жылжытсам, яғни 816,2 болса, онда 5-ге 1 қосылады, онда оның 6 дәрежесі болады. Келесі, тағы да 1 үтір жылжытсам, 81,62 көбейтілген 6-ға 1 қосылады, оның 7 дәрежесі болады. Ал тағы да 1 үтір жылжытсам, 8,162 көбейту, оның 8 дәрежесі болады, яғни 7-ге 1 қосылады. Келесі, 0,527. Енді қараңыздар, бұл жерде мен біздің сандарды жазып аламын. 527 көбейту, ол кезде уже дәреже плюс болмайды, минусқа ауысады. Себебі 0-ден кейін 0 бүтін деген сандарда дәреже уже минус түрінде жазылады. Яғни оның минус 4 дәрежесі. Минус 4 қалай? 1, 2, 3, 4, оның минус 4 дәрежесі. Келесі, немесе бұл жерде 1 үтір жылжытсақ, 52,7 десек, көбейту, оның минус 3 дәрежесі болады. Яғни 1 0 қосылады. 1 қосылады минус 4-ке. Келесі, тағы да 1 үтір жылжытсақ, 5,27 көбейту, оның минус 2 дәрежесі болады. Келесі, 0 бүтін 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Яғни бүтін санды 1 жазып аламын жаңағыдай. Көбейту, оның 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Оның минус 10 дәрежесі. Немесе 1 үтір жылжытып, 2,9 көбейту, оның минус 9 дәрежесі түрінде жазуға болады. Келесі екінші есеп, мына амалдарды орындаңдар. 10-ның 7 дәрежесі бөлу 10-ның 5 дәрежесі. Егер негіздері бірдей болса, негізі сол күйінде жазылады. Негізде отқанымыз мына 10. Екеуінде де 10 бірдей, 10-ның өзі жазылады. Ал дәрежелері бөлу болса, дәрежелері азайтылады. 7 азайтылған 5, 10-ның 2 дәрежесі. Ал келесінде негіздері бірдей, бірақ көбейту болса, негіз сол күйінде жазылады, дәрежелері қосылады. 9 қосу 10-ның минус 3, плюс пен минус болып кетеді. 9 азайтылған 3, 10-ның 6 дәрежесі. Келесі есеп, 10-ның 8 дәрежесі көбейтілген 10-ның минус 6 дәрежесі. Негіз сол күйінде жазылады, көбейту болғандықтан дәрежелер қосылады. 8-ге қоса минус 6-ны, плюс пен минус болып кетеді. 8-ден 6-ны азайтатын болсақ, 2 болады. 10-ның 2 дәрежесі. 10-ның 8 бөлу 10-ның минус 3. Негіз сол күйінде, яғни 10 сол күйінде жазылады, бірақ дәрежелер азайтылады. 8 азайту минус 3. Минус пен минус плюс болады. Сонда 10-ның 11 дәрежесі болады. 10-ның 3 дәрежесі бөлу 10-ның минус 7 дәрежесі. Негіз сол күйінде, яғни 10 сол күйінде жазылады, бірақ бөлу болғандықтан дәрежелер азайтылады. 3 азайту минус 7. Минус пен минус плюс 3-ке 7-ні қоссаң, 10-ның 10 дәрежесі болады. Келесі үшінші есеп. Картадан Алматы мен Астананың ең жақын арақашықтығын километрмен анықтаңдар, осы аралықты ықшам түрде метрмен алыңдар дейді. Енді бұл жерде біз Алматы мен Астананың арақашықтығы 1200 километр. Біз осыны ықшам түрде қалай жазамыз? 1200-ді сол күйінде жазам. Километр деген кило, 10-ның 3 дәрежесі. Көбейту 10-ның 3 дәрежесі метр. Немесе мына 12-ні сол күйінде жазам. 12, 1, 2, 2, 0 көбейту 10-ның 2 дәрежесі. Және де мына жердегі 10-ның 3 дәрежесін жазып қоям. Енді мына 12 сол күйінде жазылады, бірақ мына жердегі 10-ның 2 дәрежесі көбейту 10-ның 3 дәрежесі дегенде көбейту
негіздері бірдей, 10 мен 10 бірдей, 10 сол күйінде жазылады да, 2 мен 3 бір-біріне қосылады, оның 5 дәрежесі. Сонда жауап 12 көбейтілген оның 5 дәрежесі метр. Келесі төртіншісі, бізде бір бөлме берілген, яғни ол бөлменің ұзындығы 5/1 оның 2 дәрежесі сантиметр, ені 3,2 оның 2 дәрежесі сантиметр, биіктігі 25 оның 2 дәрежесі сантиметр. Осы бөлменің көлемін табу керек, және сол көлемді метр кубқа айналдыру керек. Енді жалпы бұл бөлме біз параллелепипед түрінде аламыз да, ал енді соның көлемін табу үшін А көбейтілген В көбейтілген С, яғни ұзындығын, енін, биіктігін бір-біріне көбейтеміз. 25 көбейту оның 2 дәрежесі, көбейту 5/1 оның 2 дәрежесі, көбейту 3/2 көбейту оның 2 дәрежесі. Енді ең бірінші мен 25-ті көбейтем 5/1-ге, көбейтем 3/2. Осы кезде менде 408 шығады. Содан кейін мына 10-ның 2 дәрежелерін бір-біріне көбейтем. Менде 3 болғандықтан, яғни көбейткен кезде негіздері бірдей. 10, 10, 10 бірдей, 10-ның өзін жазамда, дәрежелері бір-біріне қосылады. 2 қосу 2, 4, 4-ке 2-ні қоссаң 6. 408 оның 6 дәрежесі сантиметр куб. Ал енді мен бұны метр кубқа айналдыру үшін 408 көбейту оның 6 сол күйінде жазам, санти. Менде санти деген 10-ның минус 2 дәрежесі. Ал енді 10-ның минус 2 дәрежесі, но 10-ның кубы бар ғой. Яғни 10-ның минус 2 дәрежесінің кубы 10-ның минус 6 дәрежесі, соңында метр кубтың өзі қалады. Сонда енді соңғы жақта мына жерде 10-ның 6 дәрежесі көбейту 10-ның минус 6 дәрежесі. Негізі бірдей, но дәрежелер қосылады. 6 қосу минус 6. Минус плюс пен минус болып кетеді. 6-тан 6-ны азайтсақ 0. Кез келген санның 0 дәрежесі 1-ге тең болғандықтан ол жазылмайды. 408-дің өзі ғана жазылады. 408 метр куб болады жауап. Келесі 5-ші, мына сандарды екі таңбалы цифрлар дәлдігімен ықшам түрге келтіріңдер. 0,100,000-315. Енді осыны жазу үшін 315 көбейту 1, 2, 3, 4, 5, 10-ның минус 5 дәрежесі болады. Немесе 1 жылжытсам 31,5 көбейту мына минус 5-ке 1 қосылады, 10-ның минус 4 дәрежесі. Енді осыны жуықтап, егер 31,5 болса, мына жердегі сан 5 немесе одан жоғары сан болса, онда мен мынаны 32 көбейту 10-ның минус 4 дәрежесі деп жазуыма болады. Келесі 1,540,000. Осыны ең алдымен 154 0-ге дейінгі стандарт жазып алам. 1, 2, 3, 4, оны көбейту 10-ның 4 дәрежесі. Енді 1 жылжытам, 15,4 көбейту, мынаған 1 сан қосам 4-ке, сонда 10-ның 5 дәрежесі. Жуықтап 15,4. Бұны мен жуықтасам 15 деп жазуыма болады. 15 көбейту 10-ның 5 дәрежесі. Келесі бірінші 5 бүтін сан жазам. 5, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10-ның минус 8 дәрежесі болады. Немесе 50 көбейту 10-ның минус 9 болады. Себебі бізге екі таңбалы цифрлар дәлдігімен ықшам түрге келтіріңдер деген. Келесі 43,000. 43 көбейту 10-ның 3 дәрежесі деп жазуға болады. Келесі 6-ші, жарық жылдамдығының мәнін ықшам түрде жазыңдар. Астында айтады, бірінші көбейткішті алдымен 3 таңбалы цифрлар дәлдігімен, әсінде 2 таңбалы цифрлар дәлдігімен жазыңдар деген. Ең бірінші жарық жылдамдығын анықтап алайық. Ол бізде 300 миллион метр бөлінген секунд. Астында айтқан бірінші көбейткішті алдымен 3 таңбалы цифрлар дәлдігімен деген сөз, бастапқы 3 цифрын қалдырам, яғни 300, соңындағы нөлдерді санайым. 1, 2, 3, 4, 5, 6 көбейту 10-ның 6 дәрежесі метр секунд. Әсінде айтады, екі таңбалы цифрлар дәлдігімен жазыңдар деген. Оны жазу үшін бастапқы екі таңбалысын қалдырам. 1, 2, яғни 30-ды қалдырам, қалған нөлдерді санайым. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10-ның 7 дәрежесі метр секунд деп жазып қоям. Жетіншісі, тәулікте 24 сағат, сағатта 60 минут, минутта 60 секунд бар. Тәуліктегі секунд сан анықтаңдар. Оны 4 таңбалы цифрлар дәлдігімен ықшам түрде жазыңдар. Бізде тәулікте 24 сағат бар. Ал енді ең бірінші оны секундқа айналдырмай тұрып, минутқа айналдырам. Минутқа айналдыру үшін 60-қа көбейтем, 1440 минут. Минутты секундқа айналдыру үшін тағы да 60-қа көбейтсем, 86,400 секунд. Сонда бір тәулікте 86,400 секунд бар. Былайша айтқанда бір күнде. Енді осыны менің айтады, 4 таңбалы цифрлар дәлдігімен ықшам түрде жазыңдар. Бастапқы 4 цифрын алам.
біреу, екеу, үшеу, төртеу, яғни 8640-ты аламын да, көбейту 1 нөл қалды, оны 10 деп жазып қоямын. Келесі 8-ші есеп. Бір жылда осындай секунд бар. Бұл санды 3 таңбалы цифрлар дәлдігімен ықшам түрде жазыңдар. Енді жаңағы бір жылда осындай секунд бар. Енді оны 3 таңбалы цифрлар дәлдігімен жазу үшін бастапқы 3 санын қалдыруым керек. Яғни 3 цифрын. Мына 315 бастапқы цифр. Но мына 5, мына 5-ке әсер етеді, оны 316 қалады. 316, ал енді қалғаны қандай болады? Біреу, екеу, үшеу, төртеу, бесеу. Оның 5 дәрежесі секунд деп жуықтап алуымызға болады. Келесі 9-ші есепті айтады. Бір астрономиялық бірлік мынандай километрге тең. Марстан күнге дейінгі арақашықтық 1,5 астрономиялық бірлік. Осы санды 3 таңбалы цифрлар дәлдігімен километрмен және метрмен өрнектеңдер деген. Ең бірінші біз 1,5 астрономиялық бірлік дегенге километрге айналдырайық. Ол үшін бізде бір астрономиялық бірлік осындай километрге тең. Осы санды мына 1,5-ма көбейтеміз. Сол кезде мынандай километр шығады. Ал енді мен осыны 3 таңбалы цифрлар дәлдігімен жазу үшін мына бастапқы 3 цифраны алам. Яғни 224. 224. Енді соңғы цифрларын санайым. Біреу, екеу, үшеу, төртеу, бесеу, алтау. Оның 6 дәрежесі километр. Ал енді метрмен жазатын болсам 224 көбейту. Кило 10-ның 3. 10-ның 3 көбейтілген 10-ның 6 дәрежесі 10 сол күйінде жазылады, ал 6 мен 3 бір-біріне қосылады да 10-ның 9 дәрежесі метр болады.